Біз білім беріп отырған 21 ғасырдың оқушысы мектепті қалай бітіру қажет? Өзгерістерге тез бейімдей алатын, өз білімін өмірде пайдалана алатын, бойына ұлттық құндылықтарын жинақтаған, білімге құштар, еңбек сүйгіш, отаншыл болу қажет. Осыған орай, мен жұмыс барысында көптеген әдістерді қолдана отырып, білім алушылар үшін тиімді платформалар дамыған заманда ұялы телефон немесе смарт тақтамен жұмыс жасағанды ұнатады. Сол себепті назарларыңызға іс тәжірибемнен оқушыларым үшін тиімді болған бірнеше әдістерді ұсынбақпын. Бұл әдістерді қолдану барысында білім алушылардың бойында түсіну, білу, қолдану дағдыларының қалыптаса бастағанын байқадым. QR kod arqılıq yeni toplağa bölünüz. Mən sizlərə hazır QR kodlarını verməm. Qolunlardakı telefonlarınla bilan skaner yasab, topqa qancha top çıxdı, şu topqa otursun. QR код әдісі топқа бөлу кезінде және оқушылардың жауаптарын жылдам бағалауға тиімді әдіс. Балалар қараңдар, мәселен Wordwall енді платформасы арқылы тапшырма берме. Қараймыз, bu yerdə qayсыға селіштірушіміз керек. Wordwall платформасы. Бұл платформаны мен сабақта қызық өткізу үшін жаңағы ойындар, сұрақ-жауап, тапсырмаларды орындау кезінде қолданамын. Бұл Wordwall платформасының тиімділігі білім алушы сұрақ қою, проблеманы зерттеу арқылы ой өрісін дамытады, ойын еркін жеткізеді. Жаңа сабақты бастар алдында осы әдіс бойынша сұрақ қою арқылы жаңа сабақтың тақырыбын ашуға да болады. STEM технологиялары. STEM технологиялары биология сабағында оқушылардың теориялық материал бойынша алған білімді тереңдету, әртүрлі шамаларды өлшеудің әдістемелерімен танысу, әртүрлі құралдарының жұмыстарын зерттеу, тәжірибелік мәліметтерді жинау және өңдеу технологияларын үйрену, инженериялық графика және дизайн жасау дағдыларын дамытуға көмектеседі. Мысалға, оқушылар күнделікті биология сабағында нақты дайын модельдерді қолданады. Олардың ішінде мысал ретінде адам ағзасының ішкі құрылысының моделі, бездер мен мүшелердің орналасу реттері моделі, ас қорыту, тыныс алу, зәр шығару, жүйке жасушаларының модельдері. Бұл жобада оқушылар өсімдіктердің өсуімен тұқымнан таралу жолдарын еске түсіреді. Көбею ұғымымен танысып, өсімдіктердің көбею жолдарын біледі. Көбеюдің жанды табиғатқа тән қасиет екенін түсінеді. Өздеріне таныс өсімдіктердің көбею жолдарын көрсетеді. Өсімдіктердің жер асты және жер үсті бөліктері арқылы көбею жолдарын бөлшектеп қарастырады. Өсімдіктердің көбею жолдарының ұқсастығы мен айырмашылығын түсіндіреді. Өсімдіктерді көбейту жолдары бойынша алған білімдерін қорғай білуге негізделеді. Қорытындылай келе, жоба барысында оқушылар өсімдіктерді көбейтудің әртүрлі әдістерімен танысты. Өсімдіктердің тұқымнан сорғыштан өз бетінше өсіруді, олардың өсуі мен дамуын бақылады. Өз бақылаулары негізінде қорытынды жасауды үйренді.
өз еңбектерінің нәтижелерін эмоционалды ләззат алды.